Зоология философиясы еңбегінің авторы Жан-Батист Ламарк. 1824 жылы Жозеф Фурье анықтаған жылыжай эффектісін. 1960-1990 жылы байқалған ғаламдық қараңғылық себебі. Жанартау атқылау және өндіріс жұмыс нәтижесінде атмосферадағы шаң бөлшектері. 1997 жылы желтоқсандағы ғаламдық жылынуға қарсы әрекет туралы негізгі әлемдік келісім Киото хаттамасы. 2007 жылы ғаламдық жылынуға қарсы халықаралық келіссөз өткізілген орын Бали аралы, Индонезия. Адамның есту аппаратына зиян механикалық тербелістер, өндірістік шу, жағымсыз дыбыс. Антигеннің еруін туғызатын антиденелер лизистейтін. Әйелдің өкпесінің тіршілік сыйымдылығы 2,7 литр немесе 2700 сантиметр куб. Әлемнің 160-тан астам елін қамтып, жылыжай газдарының жалпы әлемдік шығарылуын шамамен 55%-ның жабылуына себепші болған Киото хаттамасы. Әрбір хроматидаға бөліну ұршығының жіпшелері бекінеді. Метафазада. Белсенді тасымал мысалы ион түтіктері, фагоцитоз және пиноцитоз. Бөліну ұршығының жіпшелері қысқаратын фаза. Анафаза. Буылтық құрттарда алғаш түзілген жүйке жүйесінің түрі сатылы. Буынаяқтылар типіне тән жүйке жүйесі. Түйінді. Бұлшықет талшығының цитоплазмасы. Саркоплазма. Бір аксон, бір дендрит болатын нейрон. Биполярлы нейрон. Бір мезгілде екі заттың бір бағытта тасымалдануы симпорт. Гемоглобин үшін диссоциациялану қисық сызығы ерекшелігі. Сигмоид тіп үшін S тәрізді және протомерлері кооперативті жұмыс істейді. Диализ процесіне қатысатын сұйықтық диализат. Диализаттың негізгі қызметі қан құрамынан зиянды заттарды алып тастап, пайдалы заттарды сақтап қалу. Диализдің жұмысының принциптерінің негізі осмос және диффузия. ДНК құрылысына енетін мононуклеотидтердің пуринді азотты негізі аденин және гуанин. ДНК репликациясы қай фазада жүреді? Жауап мейоз алдындағы интерфазада. ДНК тізбектері арасындағы байланыс сутектік. Екі заттың қарама-қарсы тасымалдануы антипорт. Екі хроматидтен тұратын барлық хромосомалар жасушаның экватор жазықтығына орналасатын фаза метафаза. Екінші реттік зәрдің құрамы несептнәр, несеп қышқылы, калий, натрий. Енжар тасымал мысалы диффузия, осмос.